Тоқта, атып өлтірем. Сатқын десе, мен сен шынайы дос деп жүрсем, сен мен жақсы көретін қызын тартып алдың. Енді сол екеулерің менен қашып құтылайын дедіңдер ғой, құтыламайсың. Джонни, мен Нурикті жақсы көрем. Джонни, есің жи. Не істеп тұрсың? Біз Айсұлу екеуміз бір-бірін жақсы көреміз. Немене Айсұлу жабысқан? Сен қыздарың көп емес пе? Осы Айсұлуды берсең болады ғой. Не болды соншама саған? Біз әлде доспыз. Дос дейсің ба? Дос емеспіз. Екеуді де атып өлтірем қазір. Джонни, артыңа қара, Джонни, артыңа қара. Ойбай, немене Алматыда динозаврлар пайда боласыз? Қашыңдар. Балам, газы күрішті алып келесіңші? Мәңіз алыңыз, папа. Алып кел, балам. Найыр кісіге көмектесек, жолда қалып кетті ғой. Так. Мына жерін бұрап жесек болды. Бітеді. Хоп, бітті болды. Машинаңызды от алдыра берсеңіз болады. Мына кең аузген баласы өлдің бе? Неге ұрасыз балаңыз? Кішкентай ғой әлі. Бірақ түрі Нұржан Керменбаевтан аумайды екен. Прям точно айттыңыз ғой. Аумай қалды ғой. Көрдіңіз ба, не істеп тұрған бұның? Ештеңе етпейді бұлар әлі. Кішкентай бала ғой, тым түсінбейді ғой. Бала болған соң сонда ғой. Асан, бәрін білет бұлар. Кішкентай болып алып. Құр бар еді. Иттің баласы. Өлдім ол конкретно. Өлдім. Папам машинасын соғып алды. Не деп айтам, Мен вообще не в пределахпын. Или Арман рульде отырды деп айта салайын ба? Айттым мен оған, айдама машинаңды соғып аласың. Ай, бля. Не үшін нервістеп отырмын мен? Соққан жоқпын ғой, өз жауап береді. Мен ашып кетті ғой конкретно. 9-дан кейін колледжге түсейін ба, или 11-ден кейін НТ тапсырайын ба? 11-ден кейін НТ тапсыратын болсам дайындалу керек, оны дайындалып құлап қалсаңшы, не болады? Папа, үйге келін алып келін деп жатырмын. Не дедің бағым? Қайталап, есімай қалдым. Пап, үйге келін алып келін деп жатырмын деймін. Үйге келін алып келе жатырмын дейсің ба? Қандай келін өз? Қандай келін болғанда аты Аида, менен 1-2 жас қана үлкен. Дұрыс, алып кел, таныстыр, көрейік. Папа, алдындағы айтқан қыз ғой, аты Аида. Аида, мынау менің папам, таныс қой. Кім дедің? Қандай қыз дедің? Пап, алдындағы Аида дедім ғой. Біз бір-бірімізді өте қатты жақсы көреміз, папа. Дұрыс. Махаббат жасқа қарамайды дейді ғой негізі, мен қазір үйге барып келейін. Келем ғой? Папа, прикольчиксіз ғой? Иә. Қазір келем, тұра беріңіздер, Бергеш, Аида жан. Твою мать, мас, бергел! Кімді алып келгенсің үйге? Құры бар енді, кеме бұл жаққа үйге. Нурик, соңғы ақшамыз қалды. Сол ақшаны алып ставка тігіп көтеріп аламыз. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тіге берейік. В общем бар ғой, экспресс қылдырып тігу керек. 100 коэффициент шығарып аламыз. Есептеп көрші. Жыбы шығады. Все, есептеп қойдым. Точно көтеріп аламыз. Кеттік, жүр. Нурик, айтты ғой көтеріп аламыз деп. Родной, бізде қарса қаншама ақша бар, родной көтеріп алдық, қарыздарын бәріне құтыламыз, не болды? Базар жоқ, ақшаның бәріне қарыздарын құтыламыз, бірақ өзімізге жетпей қалады ғой, сол үшін бәрін тігіп қайтадан көтеріп алу керек. Ай, Нурик, ақшаң бар ғой, бәрін тігеміз, 2 есе көтеріп аламыз, қарыздан бәріне құтыламыз, машина аламыз, өзімізге де жетеді, бәріне жетеді. Қадалдық ба? Қадалдық? Иә. Қадалдық!